Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге балықтың уылдырығынан жасалатын котлеттің рецептімен бөліскім келіп отыр. Жасалуы өте оңай. Бір күндік кешкі астарыңызды осындай котлет жасап, жақындарыңызды қуантсаңыздар болады. Өте дәмді шығады. Видеоның соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Описанияға барлық ингредиенттерді жазып қоямын. Енді біз алдын ала уылдырығымызды алып, ыдысымызға салып дайындап аламыз. Онан кейін бізге қажет пияз, сәбіз, көк шөптер, сарымсақ, тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш, ұн қажет. Үпкіштен сәбізімізді алып өткізіп аламыз майда жағынан. Уылдырығымыздың үстіне саламыз. Онан кейін сарымсағымызды алып майдалап тураймыз. Оны да осылайша саламыз. Енді пиязымызды алып майдалап турап оны саламыз уылдырығымыздың бетіне. Онан кейін көк шөптерімізді тураймыз. Көк шөптің ішінде укроп, петрушка және де руккола деген шөп бар. Өте дәмді етеді котлетті. Бәрін турап саламыз. Жұмыртқамызды қосамыз. Бір жұмыртқа, қара бұрышымызды, қызыл бұрышымызды, татымына қарай тұз салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Онан кейін керек мөлшерде ұнымызды саламыз. Ұн ол котлеттің басын біріктіру үшін қажет болады. Барлығын жақсылап араластырып, осылайша дайындап аламыз. Майымызды қыздырып қоямыз. Котлетімізді осылай пісіреміз. Қасықпен саламыз, өйткені котлет кішкене сұйығырақ болады. Осылайша бірінші жағын пісіріп, екінші жағын аударып, баяу отта пісіріп аламыз. Арасы пісу қажет. Мінекей котлеттеріміз дайын болды, өте дәмді шықты. Міндетті түрде осы рецептпен сіздер де дайындап көрсеңіздер болады. Ұнайды деген ойдамын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жанар. Барлықтарыңызға ас болсын.